Баршаңа сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздер менің бір образымды басқаратын боласыздар. Яғни бүгін не киетінімді сіздер шешетін боласыздар. Егер менің инстаграм Егер сіздер менің инстаграм парақшама әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, сілтемесі астында болады. Барлықтарыңды сол жақта күтемін. Сәлем барлықтарыңызға, қалайсыздар? Мен тапказ видео түсіріп жатырмын. Кеше айтқандай инстаграм парақшамен байланысты болады. Мен қазірге опрос жүргіземін, сонда жауап берсеңіздер болғаны. Бүгін сіздер менің бір образымды басқаратын боласыздар. Ал ендеше бастайық. Мен инстаграм парақшама айттым, осындай видео түсіріп жатырмын, дауыс бердіңіздер деп. Ендеше бірінші опросты жүргізейік. Бірінші опрос менде стрелка, яғни стрелка салам ба, салмайым ба, соны білмей тұрмын. Қазір опрос жүргізіп көрейін, подписчиктерім не дейді екен. Ал ендеше кеттік, бірінші опрос. Көзіме стрелка салайын ба, салмай қойайын ба? Опроста көбісі я стрелка сал дедім, бірақ мен өзім салғым кеп тұрған жоқ. Бірақ енді сіздерді тыңдау керек. Кеттік. Жерге айнаға қарап тұрмын. Уже косяк. Мен стрелка салдым, әйтеуір дегенде. Енді келесі опрос жүргізейін. Ал ендігі кезекте ерінге помада. Қайсы? 12 немесе 04. Келесі опросымда мен 12 немесе 04 қай карандашты жағайын деп сұраған болатырмын. Қазір көреміз, кішкене уақыт өтсін, қайсын таңдайды екен. Көпшілік 04-ті таңдады, өзім де білмедім, негізі 04 таңдайтын. Кеттік. Мен помадым жақып болдым, сонымен қатар тинтті де жақып қойын деп жатырмын. Макияжбен барлығын болдық, басқа еш нәрсе қалмаған сияқты. Ендігі кезекте шашымызды жасау керек. Мен қазір өте қатты тездетіп тұрмын, себебі тезірек бару керекпіз. Бардак. Міне стрелка, помада бәрі дайын. Бетімізбен енді прическа. Bir алып қойын ба, әлде түзелетіп қойын ба? Ал подписчиктерім көбісі бюроны таңдады, ендеше бюролап кірсейік. Көбемде сап-сары какаш көп тұр ғой. Бағанда шашым істеп тұрғам, кішкене бөлігі қалып еді, жанып кетті ғой, прям пах етіпті. Бірақ көрген жоқсың сен. Қатты қорқып кеттік, бірақ бізде үйде тағы да бір плойка бар екен. Плойка емес, білмейтел, бірақ оның түрі вообще қорқынышты. Осымен істеп көреміз, кішкене жер қалып еді. Вообще жолым болатын адамын. Свет соңып қалды ғой үйде. Ё-моё. Я. Жағылмайды ғой. Ура, 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 свет жанды. Шын болдым, бір алып. Білмейм, бір нәрсе қылдым әйтеуір. Өтірік бір нәрселер шықты. Выпрямительдің кесірінен ол. Одан да күшті болатын еді негізі. Мындай сырға тақсам бекен, әлде құлағымдағы сырға тақсам бекен. Қазір сұраймыз. Осындай сырға, бұл бір, және құлағымдағы сырға, бұл екі. Қайсын таңдайым? Мен бәрібір мынаны таңдайым шығар. Міне мен киіп бара жатқан көйлегім. Енді көйлекке выбор болған жоқ сіздерге таңдатуға. Болдық, енді мұн жерде бардықтың бәрін жинауымыз керек, сосын кеттік. Міне сырған тақтым. Осымен мен бүгінгі видеом аяқталды. Менімен бірге образ таңдауға көмектескендеріңе көп рахмет.